Dostlar сәлем. Улбосын Ахмет каналына қош келдіңіздер. Инжиғын пляжындамыз, қонақтарымыз бар. Бүгін ораза айт мейрамының екінші күні қонақтарымызды Ақтеңізге алып келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Үлкен баласы балық аулап тұрған. Анау қызы, бер жағында келіні мен немересі Ахмет, мен бәріміз бүгін теңіздің ауасын алайық деп, балық аулайық, демалайық деп теңізге алып келдік. Күшті демалыс болып жатыр. Лимон да қуанып жүгіріп жүр ана. Міне. Лимон да келді. Бәріміз теңіздеміз. Ауа райы кішкене бұлтты еді, бір күн ашылып, бір жабылып тұр. Бірақ көңіл күйіміз өте керемет, тамаша. Міне, күн ашылды. Айтайын дегенім, бұл мейрамда адам аз. Яғни, теңіз толып қалатын еді баяғыда бұрындары. Қазір күн салқын болғасын ба, аз бүгін. Кеше жауын шашынды болды. Көбісі үйден шыққан жоқ. Бүгін енді адамдар далада бірен-саран келіпті. Суға кіріп, суға түсіп жүргендер бар. Су салқын. Біздің балалар аяқпен кешіп жүр. Мынау Ахметтің немересімен ұлы. Тағы да қайталап өтейін. Ахмет қарап отыр енді. Олар енді мейрам құттықтап келіп жатыр. Бұл жерде сондай ата-аналарын құттықтап келеді. Балаларыңыз жаңағы ораза айт мейрамдарыңыз құтты болсын, достар. Жаңадан қосылған достарға рахмет айтамыз. Қош келдіңіздер каналымызға. Каналымыз Улбосын Ахмет. Улбосын Ахмет деген, Улбосын мен Ахмет деген сөз. Суға түсіп атқан жоқ балдар, тек аяқтармен кіріп кешіп жүр. Бүгінгі жайынымызды, яғни жайын деген жаңағы не ғой? Эфир. Бүгінгі эфирімізді осындай. Тағы да Ақтеңізбен. Және өзіміздің демалысымызбен бөлісейін дедім, достар.